армысыздар, каналыма тіркеліп лайк басып әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Біз ел қатарлы қарапайым отбасы болдық. Үйде тек қыздармыз. Анам бар өмірін бізге арнады. Ал әкем, ол үнемі жұмыста. Ұл бала тумады деп анама күнә артқан емес. Бірақ оның жоқтығы да барлығы да біз үшін бірдей еді. Әкем 3-4 айлық, тіпті одан да ұзақ уақыт үйге келмейтін. Келген күннің өзінде бізбен көп сөйлеспейтін, сырласпайтын. Біз анамыздың жылауының орнына оранып, оның мейіріміне ғана өсіп өндік. Әкемізді жақсы көретінбіз, бірақ оның бізбен бірге болмауы жүрегімізге бір бос кеңістік қалдырды. Кейде ойлаймын, егер әкем үйде көбірек болса, біз мүлде басқаша болар ма едік деп. Бірақ тағдыр осыны бұйырды. Әйтеуір әкеміз бар. Ол үшін де қуанамыз. Мен үйдің 3-ші қызы болдым. 2 әпкем және сіңілім бар. Үлкен әпкем мектеп бітіре сала алып қашудың құрбаны болды. Бәрі бір сәтте өзгерді. Бір түнде басымыз ауған жаққа босып кетуге мәжбүр болдық. Әпкем кеше ғана мектеп бітірген еді ғой. Жап-жас болашағы алда. Оқу оқып арман жүзеге асуы керек болатын, бірақ бәрі әп-сәтте құрыды. Анам шыдай алмады, ашуға булығып, ол жас қой, оқу керек, оны алып кетемін деп жанталаса қарсы болды. Әкем болса сабырлы әрі қатал, кеткен қыз кетті, босаға аттап қойды. Енді оны жайына қалдыр, дастарханында жай, келген құдалар күтеміз деп соңғы сөзін кесіп айтты. Анам жылап жүріп амалсыз көнді. Мен сол сәтте әкемді жек көріп кеттім. Әпкемнің біз үшін құны жоқтай көрінді. Әпкемнің бізге деген мейірімі де, жанашырлығы да жоғын сол кезде түсіндім. Оның айтқан сөздері жүрегімді жаралады. Мен небәрі 15-те едім. Бой жетіп келе жатқан шағымда өмірді осыншалық ауырлығын сезіну маған тым ауыр тиді. Әпкемнің бізден алшақтап, енді қайтып үйге оралмайтынын ойлап жүрегім қан жылады. Оны сағындым. Жай ғана әпкемнің күлкісін жанымда болғанын аңсадым, бірақ енді оның бары өткен шақ болып қалды. Сол бір күн бәріміздің есімізде мәңгі қалды. Әпкеміздің тойы, алғашында оның көңілсіз көрінгенін байқап іштей алаңдап едім, бірақ көп ұзамай бәрі түсінікті болды. Әпкемнің жүзіндегі бақыттың белгісін байқамау мүмкін емес еді. Сол тойда әпкем өзінің сүйген жігітіне тұрмысқа шыққанын білдім. Бәрімізден жасырып онымен кездесіп жүрген екен. Бұған дейін байқамағаным үшін өзімді кінәлағандай болдым. Бірақ әпкемнің бақытын көріп мен де қуанып кеттім. Той шын мәнінде керемет өтті. Әпкемнің арманы орындалғандай көрінді. Бәріміз мәз-мейрам болып тарқастық. Арада 3 жыл өтті. Әпкем мен жездем бөлек шығып қалада тұрды. Ал мен мектепті аяқтап оқуға түсу үшін өзімнің жолымды іздеп жүрген едім. Әпкем тұратын қалаға оқуға тапсыруға шешім қабылдадым. Тіпті ойланбастан таңдай салған қала еді. Бірақ менің таңдауым да дәл келді. Грантқа түсіп, сол қалада оқуға бақытты бұйырды. Үйдегілер бұл жаңалыққа қуанды, бірақ бәрінен де әпкемнің қуанышы ерекше болды. Ол маған дереу телефон соғып, «Жадок, жатақханаға жатпайсың, менің қасыма кел, жездең де сені шақырып жатыр, біздің үйде бол», деді шынайы қамқорлықпен. Анам да риза болды. Содан мен чемоданымды жинап алып, әпкем тұратын қалаға пойызбен аттандым. Вокзалда жездем күтіп алды. Оның жылы шырайлы күлкісі мен әзілдері көңілімді көтеріп жіберді. Осылайша мен әпкемнің отбасына жақын бола түстім. Жаңа өмірім осылай басталды. Алғашқы студенттік өмірім басталып кетті. Әпкем мен жездем мені ешқашан ақшадан қыспады. Барлық жағдайымды жасады. Әпкемнің тұңғышын қарайтын едім. Балаға қамқор болып жүргенімді көріп, жездем де маған ерекше жақсы қарады. Мүмкін сол үшін бе, әлде басқа бір себеп бар ма, оны алғашында түсінбедім. Көп ұзамай әпкем 2-ші баласының жүкті екенін білді. Бірақ оның жүктілігі қиын болды. Токсикоз қатты мазалады. Әпкем әлсіреп, жиі демалуға мұқтаж болды. Ал мен үйдегі шаруаны өз мойныма алдым. Сол кезден бастап жездемнің мінез-құлқы өзгеріп шыға келді. Алғашында оның қалжыңы ма деп те мән бермедім, бірақ ол маған ерекше назар аудара бастады. Бірде сабақтан шаршап келіп, бөлмемде ұйықтап қалған едім. Қатты шаршаған болуым керек, ештеңені сезбей терең ұйқыға кетіппін. Қапелімде жездемнің бөлмеге кіргенін де байқамадым. Аяқ дыбысынан да есік ашылғанында оянбадым. Тек бір сәтте денемді біреудің сипалағанын сезіп шошып ояндым. Көзімді ашқанымда жездемнің менің жанымда тұрғанын көрдім. Оның бет-әлпетінің өзгеше жүз
қолдарының маған тигенін сезгенде бойымда қорқыныш билеп алды. Ол шегінбей тіпті жақындай түсті. Түк түсінбей үнсіз қалғанмен қатты дауыстап жібердім. Не істеп жатырсыз? Әпкем айтып беремін деп айғай салдым. Жездем абдырап қалып, ештеңе деместен бөлмеден шығып кетті. Сол сәтте мен не істерімді білмедім. Бұл оқиға мені әрі шошытып, әрі намысыма тиді. Мен әпкеме бұл туралы қалай айтамын? Себебі ол таксикөзбен қинап жүрген еді. Оған ауыр соғатынын білдім. Бірақ бұл оқиға менің жездеме деген барлық сенімімді жойды. Бірақ менің жаным шатасып, сезімдерім арпалысып кетті. Алғашында жездемнің сол әрекеті жүрегімді жаралап, қатты ашуланған едім. Бірақ уақыт өте келе сол бір сәт есіме түскен сайын бойымда түсініксіз сезім оянатын болды. Оның мені асықпай сипалағаны, денеме тиген алақандары тез көз алдымнан кетпей, көңілімді мазалай берді. Бұл ойлар маған маза бермейтін, өзіме өзім ыза болдым. Неге мен бұл туралы ойлаймын? Неге сол бір сәт қайта сезінгенім келеді? Бұл сұрақтардың жауабын таба алмай, күндерін ауырлап кетті. Бір жағынан бұл дұрыс емес екенін түсінемін, бірақ екінші жағынан жүрегім басқа нәрсені қалағандай көрінді. 10 күн ем алып келген әпкем таксикөзден айықпады. Екінші мәрте платный емханаға тағы жатты. Сол кезде мен өзіме екі әрпіме ие болмай сезімге берілдім. Ашық-шашық киініп жездемнің көзіне түстім. Ол да шөлдеп жүрген. Маған сүлікше жабысып, аймалай әбден қоздырды. Әйелді қалай қоздыру керек екенін білетін тарлан ғой. Қосанарымның ұшынан құшарлана сүйіп, астыма аспабын үйкелеп тығып кеп жіберді. Ауырған соншалық айғайлап жылап жібердім. Ол мені жаным деп сүйе барды. Енді тықпайым деп жыладым. Қатты ауырып жатыр, астымда әбден қанмен бүлінген, бірақ жездем бәрі бір дері бар. Осыны ішсең қояды, кәне ішіп ал деп су әкеп ішкізді. Жарты сағаттан соң мен сорлы қайтадан қос таңға дейін жездеммен төсекте қараусыз соғыстық. Жездемнің берген дәрісі қоздырып. Одан кейін бала көтермейтін нәрсені де жездем әкеп берді. Оқуымды бітіргенше жездем екеуміз махаббат болып жүрдік. Әпкем ештеңе сезбеді. Оқудың соңғы курсына қыз-жігіттер болып көңілді жағасына қыдырып бардық. Көбінің жігіті бар, тек ол кезде ешқандай жігітпен жүрмедім. Тек жездемді жақсы көргенім бар. Көлдің жағасында іштік жедік. Сыраны көп ішкеніммен өзімді ұстай алмай әр жігітке жабыстым. 3 қыз 6 жігіт болып барғанбыз. 2 қыз жігітімен оңаша кетіп қалып, мен 4 жігітпен қалдым. Әр қайсысы сүйкеніп, еріндерінен сүйіп шыққаным есімде. Содан музыкаға билеп, ақырын шешініп, олардың шалбарларын шешіп, өзім берілгенім есімде. Олар мені кезек-кезек қалағанын жасады. Мен рахаттан ләззат алып жаттым. Таңға дейін 4-еуміз болдық. Тіпті жалықпадым. Қайта-қайта 4 тарлан үңгітіп, ұрғылап, қышуымды қайындырып, бірақ екі аяғым талтайып жүруім қиындай түсті. Таң ата үстім сасып үйге келдім. Ұрланып, ақырын кіріп, душқа түсіп, жуынып алдым. Сағат түскі 11-ден өте әпкем оятып, ауылға бір шаруалармен кетіп бара жатқанын айтты. Ұйқылы-ау, деп қайта ұйықтап кетіппін. Кеш болғанын да байқамаппын. Жездем келіп сүйіп оятып алды. Содан өзінің төсек ләззатына қайтадан ләззатқа батырды. Бірден білді ол. Мойнымнан қылғындырып, кіммен болдың, қаншық, неше еркекпен болдың деп ашуланып сұрақтың астына алды. Қатты ашуланып сұрағанынан жауап алған соң менен көңілі қалып, үйден кет, сен аурусың деп сол күні мені үйден қуып шықты. Сол күні далаға қалғанмен группалас жігітпен көмек сұрадым. Ол қуанып өздері тұратын жатқан пәтеріне шақырды. Сол түні тағы да 4 жігітпен таңға дейін болып қойдық. Солай бір ай бойы әлгі еркектердің ермегі болып, әбден төсектен деген құнығып кеткенмін. Ең аяғы ақша жасап, жеке пәтерге шығып, еркектерді қабылдап жүрдім. Қанша болсам да ешқашан төсекке тоймадым. Қазір жасым 30-дан асты. Әлгі күнге дейін еркектерді қабылдап, ақша жасап жүрмін. Бәрі менің жезөкше екенімді біліп алған. Әлде қашан теріс айналды. Ал менің бұл қылығымды қоя алар емеспін.
қартайып келемін, отбасы құрғым келеді, бірақ бір күні менімен болған еркектің бірі не қайнағам, не қайным болып шығып қалса, не болар екен деп тұрмысқа шығудан да қорқамын.